EMA 2015 премиясының жыл жаңалығы номинациясының жеңімпазы Нури тобы көптен бері жаңа шығармаларымен қуантпаған еді. Енді міне апалы сіңілі Диана мен Айгерім есімді арулардан құралған дуэт жаңа бейнебаяндарын көрермендерге ұсынды. Бойжеткендер патриоттық рухты көтеріп, отанға деген сүйіспеншілікті арттыратын "Мақтан етемін елімді" видео туындысы халықтың жүрегінен орын алатынына сенімді. Ән шынымен де өте сондай рухты көтеретін патриоттық ән болып табылады. Және де оның сөздері сондай қатты, әр адамның жүрегінен орын табады деп үміттенеміз. Бірақ музыкасы жағынан ол сондай заманауи музыка болып табылады. Бейнебаянның сәнін құстар патшасы Кран мен тазы ит одан әрі аша түскен секілді. Ал видео туындыда бата беріп отырған Дана қарияның рөліндегі адамды Нури тобы көшеде кездестірген екен. Қарт кісіні іздеген болатынбыз. Ол қарт кісіні таба алмай өзіміз қобалжырап ойлаған болатынбыз. Енді қайдан таптық деп. Одан кейін жұмыстармен Ташкентская көшесі бойымен кетіп бара жатқанда светофорда тұрған болатынбыз. Сол кезде бір қайыр тілеп жүрген бір қарт кісі келді. Өзі сондай қазақтың әдемі қарт кісісі болып шықты. Сақалды, сондай ақ сақал болған болатын. Сол кісіге айттық, сіз біздің бейнебаянда түсесіз ба деп. Бейнебаянды Музон телеарнасынан көріп бағасын өздеріңіз бере жатарсыздар. Ал Нури тобының бойжеткендері қазір алғашқы үнтаспасын жарыққа шығаруға дайындалып жатыр.